Елде 2014 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілер күні кәсіби мереке ретінде атап өтілу бастады. Өз үндеуінде президент мемлекеттік аппаратты жаңғыртып, бюрократиядан барынша арылту үшін жүйелі жұмыс жалғасатынын баса айтты. Алдымен қоғаммен санасатын және оның барлық талап тілектеріне жауап беретін озық мемлекет құру міндетін қойып отыр. Мемлекеттік қызметшілердің тиімді жұмысы республиканың қалыптасып, одан әрі дамуына тікелей әсер етеді. Мерекеге орай ұйымдастырылған салтанатты жиынды облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов ашты. Дана халқымызда билігі мықты елдің тірлігі құтты болады деген сөз бар. Ал мынау Алаштың саяси көсемі саналатын Әлихан Бөкейханұлының керемет дана сөздері бар. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді. Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын дейді. Осы сөздер әрқашан есімізде сақтап жүрсек, жұмыс жемісті болады, елімізді көркейеді деп сенемін. Салтанатты шарада 2 маманға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шапағат төс белгісі табыс етілді. Солардың бірі Шолпан Байқабекова, әйел облыстық балалар ауруханасында дәрігер-педиатр болып жұмыс атқарады. Мемлекеттік қызметте еңбек жолын 22 жыл бұрын бастаған. Антына адал қалатты кәсіби мерекеде марапатқа ие болғанына қуанышты. Мен облыстық балалар ауруханасында жұмыс істеймін, балалар дәрігерімін. 22 жылдай уже. Оның алдында мен райондарда істеген, балалар бөлімшесінде балалар дәрігері болып. Бұл марапат шапағат медалі да мемлекеттік марапаттардың бірі. Менің жұмысым бағаланған деп санаймын. Сәуле Балпышева мемлекеттік қызметте еңбек жолын 19 жыл бұрын бастаған. Әйел Мағжан Жұмабаев ауданы Ноғайбай би ауылдық округ әкімдігінің бас маманы. Жиында облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың құрмет грамотасына ие болды. Әкімшіліктің ішінде істеген 19 жыл болады. Мемлекеттік қызметші 5 жыл болды істеген. Өте қуаныштымын осындай марапатқа ие болғаныма. Рахмет, еңбегімді бағалағанға. Биыл зейнетке шығатын болам, және демалысқа. Салтанатты шара барысында барлығы 20-дан астам маман марапатталды. Оның екеуіне шапағат төс белгісі табыс етілсе, 4-і облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болды. Тағы 9 маманға алғыс хат берілді. Дана Калеева, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный.